Бәріне сәлем, сіздермен бірге Тенгри командасы. Бұл біздің First Insight by Тенгри подкаст сериямыз. Менің аты жөнімді айта кетсек, мен Нұртөре боламын. Менің атқаратын рөлімше, мен дизайнермін, яғни мен робот сырт келбетіне жауап беремін. Дизайнер атты рөл өзіне және робот сырт келбетіне үлкен жауапкершілік ала тұра көріктіруге, бірақ сонымен қатар қандай да бір дизайн жасау шарттарын бұзбай қолға алу керек. Сонымен қатар нәтиже әдемі болғанымен қолға тиісімді, киелі, роботқа кедергі келтірмей шартты дизайн болу керек. Роботтың дизайнын өз шарттары болады. Яғни роботтың сырт келбеті қандай да бір шарттарды, яғни оған санағанда роботтың дизайнның сыртындағы нөмірі ақ түсті болғанымен оның сырттағы размерлары 6,5 см болуға тиіс. Сондықтан әр команда өз роботтың сыртын, яғни дизайн сыртында номер жазылу керек. Ол тиісімді бәр командаға керек шарт дегендей. Себебі инспекция кезінде, яғни бәр FTC жарыстарында инспекция болады. Инспекция кезінде роботтың сыртындағы нөмер шарттары, яғни жаңағы мен айтқандай түсі және де оның размері шартқа тиісімді болу керек. Себебі инспекциядан өту керек. Сонымен қатар дизайн тек қана шарттарды орындамайды. Ол роботтың толықтай сырт келбеті және де былай айтады ғой, на первый взгляд дегендей. На первый взгляд роботтың ол қалай ол көрікті болып тұрғанын бәрін көрсетеді. Яғни роботтың сырт келбеті ол былай айтқанда ол да үлкен маңызды рөл атқарады. Және де роботтың дизайнын немен жасауға болады десеңіздер, ол былай айтса өте көп вариациялар болады. Оның ішінде ең оңайдан бастасақ, ол ПХ, ағаш, пластик немесе ворк стекло болып саналады. Ал қиындарына немесе ортаңғы дәрежеге көрсек, ол темір, алюминий және алюминий, пластик пен акрил саналады. Өзіміздің былай айтқанда опытымызды бөлсек және советімізді берсек, ворк стекло мен акрил бағасын санамаса, оның қатты айырмашылықтар жоқ болады. Сондықтан акрилдің орнына ворк стеклоны таңдауға болады. Ал тек әдемі көрікті қылу үшін роботты темірді пайдалануға болады. Темірді басқару үшін әртүрлі станок, яғни лазер және де чпу станоктарды қолдануға болады. Сол станоктар арқылы әртүрлі, яғни суреттер және толықтай дизайнды безендіруге болады. Дизайнердан былай айтқанда басқа командаларға кеңес беретін болсақ, менің ойымша ең бастысы дизайн жасағанда өз фантазияңды толықтай қосу керек. Яғни фантазия шексіз болу керек. Не ойлайсың, не көресің, соны дизайнға емес, хотя бы дегендей эскиз ретінде салу немесе бір дәптер қол жететін жерге жазып өз ойымен былай бөлісіп отыру керек деп ойлаймын. Себебі әр адамның фантазиясы әртүрлі болғанмен өзі үшін ол сонда жақсы болып көрінеді. Және фантазия және опыт қой дегенмен. Сол үшін дизайн жасағанда фантазияны шектемей толықтай вкладываться дегендей дизайнды жасау керек болады. Сонымен қатар біздің ең былай айтса недавний дизайн дегенде бұл біздің Тенгри командаға, яғни ворк стекло дизайны болды. Ворк стекло арқылы жасаған дизайн қатты акрилдан, прозрачный акрилдан жасаған дизайннан қатты айырмашылығы болмағанымен өте качественный материал және жақсы тиісімді болды. Ол ыңғайлы, жеңіл және бір жағынан былай қарағанда қатты болып саналған. Қорытындыға келетін болсақ, менің ойымша дизайн ол толықтай first сферасында және робот сферасында играет өте үлкен рөл ойнайды. Жаңағы мен айтқандай ол роботтың ойнау, командаға қатыспауына үлкен рөл атқарады. Және де жалпы роботтың сырт келбетіне
былай на первый взгляд дегендей, себебі роботтың сырты қалай көрінеді. Және қорытындыны толықтай айта кетсек, дизайн қаншама оңай болғанымен, қаншама қиын болғанымен, ол жаңағы толықтай өз дизайнердің фантазиясына қарай жасалынады. Енді осы қорытындыны айтып бәрін бітсек, мен сіздердің пайдалы мәліметтер, өзіңізге жаңағыдай опыт, былай айтқанда экспириенс алғандарыңызға сенімдімін. Біз сіздермен болған Тенгри командасы, және келесі көріскенше.